Салбырап тыңдап отыр домбыраны, домбыра көшіреді қондырады. Күйші айдап көшкен елдің күйін тартып, қошамет болса қалай болдырады. Шаңқылдап бірде аспанда тау қыраны, күрпілдеп бірде бие саудырады. Майдалап бірде қоңыр самал соғып, бұрық сарық бірден өсер жаудырады. Домбыра қарғылады, орғылады, манаурап тыңдаған жан салбырады. Батырып күймен күнді көз байлатып, күйшінің күйін сонда қойдырады. Ілияс Жансүгіровтің күйші поэмасындағы осынау аласапыран көңіл күй тыңдаған әрбір қазақтың басынан өткені анық. Қазақтың қанында, жанында, ар намысында, бүкіл болмысында бір ауыз сөзсіз түсіндіре алатын бір құдірет болса, ол күй дер едік. Ендеше бүгінгі онлайн кездесуіміздің тақырыбы да сол құдіретті күй хақында болмақ. Бүгінгі онлайн кездесуіміздің қонағы күйші, зерттеуші, Қазақстан Республикасы ұлттық музейі халық қазынасы ғылыми зерттеу институтының аға ғылыми қызметкері Ардаби Мәулетұлы. Қош келдіңіз аға. Рахмет. Армысыздар қадірлі онлайн көрермендер. Қазақ деген ұлы халықтың күй өнері өз алдына телегей теңіз десек, бүгін міне сол теңіздің тамшысындай ғана бөлегін бір сағатқа сыйдырып сіздерге әңгімелейтін боламыз. Мынау онлайн көріп отырсаңыздар, тамашалап отырсаңыздар, пікір қалдырып отырыңыздар және сұрақ қоя отырыңыздар. Ал аға, енді мынау кеңесімізді, осы бүгінгі кеңесімізді, өзіңізден болғалы жатқан әңгімемізді мынау бейсенбінің кеңес күйінен бастасақ. Жалпы мына Қытай қазақтарында осы кеңес күйінің 5-6 түрі бар дейді. Рахмет Жарқын. Бүгін мына онлайн кездесуге шақырып отырсың. Қозғап отырған тақырыбыңда өте маңызды тақырып. Жалпы күй өнері деп айтамыз. Бірақ осы мынау шығыстың күйшілік өнері орындаушылық бағыттан болсын, ғылыми бағыттан болсын, осы кенжелеп барып қолға алынған күйшілік мектеп деп айтуымызға болады. Жаңа сен сұрап отырған шекараның арғы бетіндегі тарихи ата қонысында отырған қазақтардың күйшілік өнері, ол тіпті өз алдына бір төбе. Жаңа айтып отырған Бейсенбі Дөненбайұлы деген атақты күйші кезінде Алтай мен Тарбағатай, жалпы мынау шығыстағы қазіргі енді нақтылы қазіргі қалыптасқан атауымен айтатын болсақ, Шыңжаң жеріндегі үлкен төбе, 4 төбе би болған екен қазақта. Тарбағатай өңірінде, Алтай өңірінде, сол 4 төбе бидің бірі болған осы Бейсенбі күйші. Әрі ел басқарған кемеңгерлігіменен, сонымен қатар күймен төрелік айтқан адам. Бұл енді тарихи дерек бар. Жай адам Құнанбайды қабылдамайды ғой, мысалы. Құнанбай қажы кезінде сол Бейсенбінің еліне, яғни Алтайға үлкен бір жиналысқа, съезге барып қайтқан дейді. Сонда осы Бейсенбі күтіп алып, Құнанбайды қонақ қып, Құнанбайдың алдында күй тартқан, Құнанбайдың жаңағыны болмысына, Құнанбайдың тұлғасына арнап күйде шығарған деген тарих бар, өзің білесің. Сондықтан рахмет, бүгін өзің айтқандай осы әңгімемізді сол Бейсенбінің кеңес күйінен бастайын. Енді жаңа сұрағың өте жақсы сұрақ қойып отырсың. Жалпы мына қазақтың күйшілік өнерінде арқада 62 тамырлы ақжелең, 62 қосбасар деп айтамыз мысалға. Батыста 62 ақжелең дейміз, арқада қосбасарлар шоғыры бар. Мына шығыс күйлерінде қазір жаңа шығыс Қазақстан осы Алтай, Тарбағатай, арғы беті бар. Баян өлгейдегі қазақтарды қамтып айтатын болсақ, мына кеңес күйлер шоғыры өте көп. Бұл да бір болашақта өз алдына бір зерттеуді, өз алдына бір іздеуді қажет ететін тақырып деп ойлаймын, өнертану саласында, күйтану саласында. Осы кеңес күйлер шоғырының бір мұншасын қалыптастырған осы Бейсенбі Дөненбайұлы. Сол Бейсенбі Дөненбайұлының бір кеңесін тартып берейін. Халық арасында халық күйшілері Бейсенбінің күйлерін жеткізген. Бейсенбінің өрімді 2 қызы арты артынан қайтыс болғанда,
екеуім деп тартқан күй деп айтады, кеңес деп те айтады. Енді жалпы толғанысы ауыр, сондай керемет ойлы күй. Бәрекелді. Тыңдармандарға сол бейсеннің кеңесін тартып берейін. Бұны мына ұмытпасам, Көктоғай өңірінде өткен Сетерхан Нұрмұратұлы деген атамыз өткен екен, күйші. Біз көрмедік, бірақ сол кісінің орындауында жеткен күй. Сол кеңесті тартып берейін. Бәрекелді. Жалпы осы домбыраны неше жасыңызда қолға алдыңыз? Мынау күйші болу бала кезден арманыңыз ба? Иә, дұрыс сұрақ. Енді мен өз басым ауылда өстім ғой енді. Ауылда өскенде кішкене кезімізде шешемізбен ауылда отырамыз, көрші үйге барамыз, қонаққа барамыз. Ол заманда Наурыз көже, мынау екі айт, құрбан айт пен ораз айтта кәдімгі халық, туыс туған, ел жұрт ағайынға ауылға сабылып жүріп, үйме үй кіріп аралап сөйтіп сондай бір мереке болды ғой біздің кішкене кезімізде. Сонда сол шешем әлі есімде, кішкене кезім мен ес білетін, ертіп барады бір көршінің үйіне немесе жаңағы ауылдағы бір үйге, сондай бір мерекелерде. Сонда ана төрде домбыра тұрса, айту қандай да бір гитара аспапты көрсем, мен жаңағы дастарханға қарамай кешіп өтіп, соны алам деп сөйтіп ұмтылады екен, ылғи ескерту жасап отыратын. Сөйтіп жүріп өзімде бір сондай керемет талпыныс болды. Енді үлкен әкеміз, әкемнің әкесі, үлкен әкеміз үлкен күйші болған. Ол біз көзін көрмедім әкемді, бірақ әкемді көре қалған елдегі үлкен ақсақалдар осы аузының суы құрып айтып отыратын. Ой, сенің үлкен әкең керемет күйші еді. Сол әкеңнен дарыды ғой саған деп. Мен өзімнің әкем де күй тартады. Жалпы біздің үйде енді 8 баламыз. Барлығы күй тарта алмаған, сол бір-екі әннің басын қайырып тартады. Сондай бізге өзі қонған. Құсбегілік қонған біздің әулетімізде. Осы күйшілік, аккордеон болды, ешкімде аккордеон, баян болды жоқ кезде біздің кішкене күнімізде. Соны айту тауып келген, советтен келген аккордеон, баян деп. Сондай бір өнерге өте құштар болып өстік, сондай әсерлер болғаннан кейін де шығар. Өнен кейін енді ауылда отырсақ та бізге осы өнер қуған, күй тартатын, ән айтатын сондай адамдар қонаққа жиі келетін. Сол енді ана әкемнің жаңағы мейман қостығы немесе өнер қуған сондай өнерге жақындығынан шығар.
соларды көріп еліктеп бірінен үйреніп сөйтіп осылай өнерге келдік қой енді жалпы. Енді бүгінгі әңгімеміз күй болып жатқаннан кейін күй атасы Кетбұғаны еске ала кетпесек болмайды. Жалпы оның үстіне биыл Алтын Орданың 750 жылдығы. Иә. Жанғали ағамыздың осы Кетбұға атамызға арнап шығарған күйі бар емес пе? Иә, енді ылғи айтып жүрміз, мына қазақ күйлерінің, домбыра күйлерінің басында бізге жеткен жазба деректерде аңызбен жеткен күйлері тартылып, сақталып жеткен үлкен күй атасы деп айтуымызға болады, бұл Кетбұға. Кетбұғаның күйлерінің бізге жетуі бұл қазақтың күй өнерінің тарихын арыға ұзартты, мысалға 19 ғасыр емес, одан арыға мысалға. Сондықтан бұл әлгі жоқтан бар жасаған бір дүние емес. Кетбұғаның күйлері қазақтың бүкіл даласында тартылады, Қырғызда тартылады. Жаңа екеуміз өскен шекараның арғы бетіндегі елде де бір жерде емес, бәленбай аймақта тартылып, сыбызғымен де тартылған, домбырамен де тартылған, сондай кең таралған тарихи тұлға ғой енді. Енді Кетбұғаның күйлерін шама шарқымызша жалпы қазақ өнеріне еңбек етіп жүрген күйшілер болсын, ғалымдар болсын, зерттеп, зерделеп еңбек істеп келе жатыр Кетбұғаның мұрасына. Жанғали ағамыздың өзі соңғы кезде білесің, үлкен Кетбұғаның күйлерінен тұратын еңбектер жасап жатыр. Әлі оны толықтырамыз дейді, өйткені шығармалар табылып жатыр халық арасынан, ел арасынан, экспедициялардан, үлкен ескі қорлардан. Енді Кетбұғаның жалпы өзінің мұрасы осылай насихатталып, ұрпақтан ұрпаққа жалғаса берері сөзсіз. Енді осындай тарихи тұлғаларға арналып шығып жатқан шығармалар да бар. Өзің сұрап отырған күй Жанғали Жүзбаев ағамыздың енді бір жүрегінің түкпірінен шыққан керемет туындысы Кетбұға деп. Енді оны мына шығармашылықпен таза айналысып жүрген Жанғали ағамыз сияқты адамдар біледі. Бұл күй шығару, өнер жарату деген нәрсе бұл құдірет. Бұны сен заказбен немесе бір шығарайын деп шығармайсың. Ол өзі бір келеді. Бір түкке тұрмайтын бір уақыттарда адам баласы бір ескермейтін, елемейтін, бір тыңқ еткізіп шығара салған дүние сияқты болады, бірақ ол шын туайтында былай халыққа жеткенде, тыңдаушысын тапқанда бұл әрине үлкен шығарма екенін мойындайсың. Сондай үлкен шығармалардың бірі өте бір сәтті шыққан, сарыны, сонау Кетбұғаның дәуірінен келген бе деп қаласың естігенде. Жанғали Жүзбаев ағамыздың Кетбұға деген күйін тартып берейін. Мына үш ішекті домбырамен тартуының ерекшелігі неде ол? Иә, үш ішекті домбыра енді көбі қазір осы заманғы адамдардың көбі мына екі ішектіні ғана. Иә, екі ішектіні біледі. Мынау үш ішекті деген бір соңғы кезде жасалып қосылған аспаптай үдірейе қарайды кейбір адамдар енді халық болғасын. Бірақ бұл үш ішекті домбыра бізге жеткен деректерде жаңағы Кетбұғадан кейін хан Абылай заманында Орданың күйшісі болған, Абылайдың күйшісі болған Байжігіт деген атақты Керейден шыққан. Руы Керей. Ол кісіден күй атасы ғой біздің күйшілік өнердің басында тұрған. Сол кісі осы Байжігіт осы үш ішекті домбырамен күй тартқан деген тарихи деректер айтылады. Бұны мен Еркеғали Рахмадиевтің аузынан естіген. Атақты композиторымыз енді, ел ағасы марқұм. Енді сол сияқты одан мысалға Абай атамыз, ұлы хакім Абай үш ішекті домбырамен күй тартқан, ән айтқан, туынды жаратқан деген. Семейдегі ана үлкен музейге барсаңыздар, Абай ұстаған домбыра деген сақтаулы тұр. Қазақтың әр даласында музейден тыс. Осы талай экспедицияда көрдік, жеке адамдарда бар үш ішекті домбыра. Ескі құрылысы материалын қарасаң. Бұл нені білдіреді? Бұл үш ішекті домбыра бұрыннан бар деген сөз. Аспаптанудың атасы деп айтамыз енді Болат Сарбаевтың еңбектері, ол кісі шетел ғалымдарының қаншама еңбектерін, орыстың саяхатшылары бар, басқасы бар, қазақтың даласына келіп аяғы тиіп қазақтың өнері туралы қалам тербеген ғалымдардың еңбектерін ақтара отырып мысал келтіреді. Мысалға Болат Сарбаев еңбектерінде үш ішекті домбыра Шығыс Қазақстанда, Жамбыл облысында деген сияқты осындай кезде осындай аспап табылған деген үлкен деректерді ғылыми түрде. Сондықтан бұны біз қазақпен бірге жасасып келе жатқан домбыраның бір үш ішек тағылған түрі деп қарауымыз керек. Бәрекелді. Жәкеңнің осы Кетбұға күйі осы үш ішек домбыраға арналып жасалған туынды сияқты. Сондықтан бүгін үш ішек домбыраны ала келдім. Шама шарқымша сол Жанғали ағамыздың Кетбұға күйін тартып берейін. Енді Кетбұғаның рухына болмысына арналып шыққан күй ғой.
Бәрекелді, рахмет. Осы мынау қазақ күйлерін шертпе күй, төкпе күй деп екіге бөлеміз. Жалпы шертпе күй мен төкпе күйдің ерекшелігі қандай? Соны мына маман ретінде көріп отырған, осы онлайн қарап отырған оқырмандарға, көрермендерге түсіндіре кетсеңіз. Иә, мынау енді шертпе күйде, төкпе күйде қазақтың енді жалпы түбі бір күй ғой. Енді мынау өңірлік, мына этникалық, қарапайымдап айтайын, енді этникалық қоныстану жағдайы бар ғой. Румен қоныстанған, мысалы қазақ даласында. Мысалға сіздің ауылыңыздың малына басатын таңбасы мен менің ауылымның малына басатын таңбасы ұқсамайды. Ол да енді бұлай бөліну не емес, ерекшелік. Баяғыда мен көрген, мысалға менің әкем, одан басқа ұстаздарым болды. Ауылдағы ақсақал күйшілер болды. Сонда мына шертпе күйді бір қызық, әдемі атаумен айтатын. Бармақ сүйеп тартатын күйлер деп айтатын. Бармақ сүйеп деген мына бармақ қой енді. Домбыраның қорғанына жатқызып алып, осы саусақпен теріп шертетін күйлер деген. Домбыраның шанағына тигізбей саусақ. Жоқ, тигізіп, мына бармақ сүйеп дейді. Домбыраның шанағына, қақпағына керісінше тиеп, сүйеп алып терткен кезде енді қазақ атауы мысалы. Ал енді мына төкпе күйде енді мына оң қолдың қағысы еркін қағылып отырады, мысалға білезікпен, білекпен қозғалып. Шертпе күйде енді қарапайымдап түсіндіріп отырмын. Осылай бармақ сүйеп, екі ішекті теріп, термелеп тартатын күй ғой енді. Тыңдарманға, қарапайым тыңдармандарға түсінікті болу үшін айтып жатырмын. Осы төкпе шертпе күйдің өзі жаңағы айтқан ерекшелігіне байланысты өзі аймақ-аймақта солай бөлінеді. Батыс Қазақстанда мына Орал, Атырау, Маңғыстау жақта жаңағындай осы жырды жырлап отырған сияқты еркін қағыспенен қара қағыс деп айтады. Қазіргі енді музыкалық қалыптасқан тілде батыстың күй мектебін зерттеушілердің. Бәрекелді, рахмет. Бізде шертпе қағыстарда жаңағындай теріп тартасың, күреп тартасың, төрт саусақпен дегендей. Сондай түсінікті болу үшін айтып отырмын. Бізде де енді біраз көрермендеріміз онлайн түрінде тамашалап отыр екен. Осы шертпе күй туралы, жалпы күй туралы білгілеріңіз келген, қызықсаңыздар, сұрақ қойып отырыңыздар. Мына жерде шама шарқымызша уақыттың жетісіне қарай жауап беріп отырамыз. Ал енді әңгімеміз шертпе күй болып жатқаннан кейін, жалпы енді осы әңгімемізді мынау сіз өзіңіз туып өскен Шинжаң өлкесіндегі қазақтарға қарай ойыссақ, өзіңіз де сол жақтан шертпе күйлерді біраз зерттеп жиып келдіңіз-ау деймін. Жалпы өзіңіздің қоржыныңызда, күй қоржыныңызда жүрген осы көп айтылмайтын, көп жарыққа шыға бермеген күйлер бар ма жалпы? Қытай қазақтар арасында. Мен енді мақтанып отыр деме, мың күйге біраз күйлер әкеліп қостым мен. Сол жобада қазақтың мың күйін. Иә, қазақтың дәстүрлі мың күйін, мың күйді анау дейді, мынау дейді, бірақ кім не айтса да бұл қазақтың күй тарихында өзі бір шыққан, алғаш рет шыққан бір сүбелі еңбек. Мысалға, оның бір кішкентай несін айтып берейін мен, құндылығын. Мысалға, Динаның өзінің орындауын мың күйден бұрын ана дискіде екі орындау, мына дискіде бір орындау, ана бір дискіде үш орындау сөйтіп шашылып жүрген орындауының бәрі толыққанды мың күйде жиналды. Сол сияқты Динаның маңайындағы, Динадан кейінгі енді Құрманғазының өзінің тартуы сақталмады ғой, Динадан бері қарай. Содан кейінгі ұлы күйшілердің өзі тіршілігінде қолтаңбасын қалдырып тартып кеткен запистің бәрі сол мың күйде жиналды барынша. Ұлы еңбек па, ұлы еңбек бір жерге. Енді ол біз мың күйменен біраз нәрсені тындырдық деп ойлап жүрміз, сөйтсек мың күйден кейінде қаншалаған мысалға күйлер. Жақында 500 күйдің антологиясы деген шығайын деп жатыр. Мың күйге кірмеген дүниелерді қантып шығып жатыр мысалға. Өзіңіз ойлай беріңіз, сонда 1500 күй болды. Ол болашақта енді менің өзімнің қоржынымда, енді мен мақтанды демек қойыңыздар, әлі бір 300-400 күй бар десем енді артық емес. Бәрекелді. Иә, қазақ деген басқаға білмеймін, күйге, осы өнерге керемет бай қалып қой. Енді жаңа өзің айтып отырған Шыңжаң өлкесі деп отырсың, енді ол екеуміз жерімізге тартып, елімізге тартып әңгіме қозғайық деп отырған әңгіме емес. Сол жақта шықпай жатқан жаңағы 300-400 күйдің біразы сол жақтан алып келген күйлер.
Неге біз қазақтың күй қорына қоспаймыз соларды? Неге біз айтпаймыз? Ол тұтас қазақтың мәдениеті ғой. Ол қазақ тұтасының. Одан біз күй өнеріміздің, күй тарихымыздың көсегесі көгермесе одан кемімейміз. Ұлы байлық па байлық. Өзі мына елбасымыздың бір керемет сөзі бар ғой. Жалпы мына сырттан келген ағайын, әсіресе жастар алам деп емес берем деп келу керек деген сөзді көп адамдар дұрыс түсінбейтін сияқты. Бұлар берем деп кел дегенде ақшаңменен, малыңменен, дүниеңмен кел деп ойлайды. Мен олай ойламаймын. Не беру керек? Мына ұрпаққа қалатын мәдени қолыңнан қай салада қызмет істеп жүрсің, сол саладан өзі халыққа ортақ игілікті дүние беру керек деп ойлаймын. Міне сен менің істеп отырған азды көп шаруамыз бұл нағыз жаңағы елге, егемендікке, болашақ ұрпаққа жасап отырған дүние. Осы мына онлайныңнан бастап. Сол сияқты арғы бетте жаңағы айтып отырған Бейсенбі, Алтайда, Тарбағатайда Қайрақбай, Іледе Әшім көп айтылып жүр ғой қазіргі таңда. Ғылыми зерттеу бағытында болсын, орындаушылық бағытта болсын. Енді осы күйшілерден кейін қазіргі таңға дейін жалғасқан үлкен нөпір күйшілер бар ғой енді, жаңағы буын. Осы күйшілерден біраз адамдар аты алмай жүр. Осы онлайн әңгімеміздің арасында мен айтып кетейін, болашақ ізденуші жастар осы әңгімемізден сол адамдардың атын жаттап, атын есте сақтап, сол арқылы солардың күйлерін, өнерін зерттеуі мүмкін ғой. Әрине. Онда Ардеке былай келсек, мына онда алдымен Іледегі күйшілерді, Іледе өткен, сөйтіп Тарбағатай қойсайық, Алтай қойсайық, сөйтіп қысқаша уақыттың жеткенінше айта кетейік. Енді Іле өзіңіз білесіз, Іле өзенінің арғы басы ғой енді. Шекараның ар жағындағы Іле деп айтайық, түсінікті болу үшін. Іленің бойын жайлаған ел Іленің екі жағын. Іле қазақ автономиялы облыс дейді қазірге дейін. Тұнып тұрған күйшілік өнер бар. Жаңағы айтқан Әшім шыққан ел. Әшімнің ұстаздары болған екен Қоңқай Шоқырақұлы деген. Бұл Қожеке күйшімен замандас. Қожеке 1860 жылдар барғаннан кейін сол Іледе өмірі, соңғы өмірі Іледе өтіп, Іледе қайтыс болды ғой. Бұл Іленің күйшілігі сол Қожекелерменен жаңа Қоңқайлардан басталған. Бағы жанып, керісінше Әшім Қоңқайдың ұстазы ғой. Қоңқайдың күйлері осы Бертіннен бастап енді зерттеуге қолға алынып жатыр. Ғалымдарымыздың назарына ілініп, ал оған қарағанда шәкірті Әшімнің дүниесі үлкен белеске көтеріліп кетті. Енді осы Қожеке Қоңқайдан бір күй тартайық. Ал енді олардан қалған жаңағы біраз күйшілерді атап кетейін. Камал Махайұлы көзі тірі тұрғазы 90-ның алтау жетеуіне келіп қалдық. Жарықтық енді аман болсын. Ол кісінің маңайында мына Текесте Акима Досмырзаұлы деген ағамыз бар, Нұрымбай Сүлейменұлы деген ағамыз бар. Анау Күнесте Әшімнің шәкірттері болған Дәулетхан деген ақсақал болған екен, көрмедім, ол кісінің баласы бар. Жаңа Қоңқай күйшінің мұрасын жеткізіп отырған Дәрмен Дәулетхан деген. Ерлан Зәкір деген ағамыз бар. Ол кісінің әкесі Зәкір деген ақсақалда белгілі күйші болған, Әшімнің маңайлап жүрген. Сол сияқты мынау Тоғыз тарауда да Тұрарбек деген ағамыз бар, Уран Ақатай деген ағамыз, Құрманжан Зікірия, Тұрсынжан Бәсілхан, қойшы айта берсек өте бір үлкен. Мына Қорғас жағында Тегеусіз Бәлекейұлы деген атақты күйші өткен. Бұл кісінің мұрасын ұстап отырған қазір көзі тірі Өмірбек Садырбайұлы деген ағамыз бар, Ербол Абен ағамыз бар, атақты күйші. Енді жаңағы Сатыбалды Бұрайұлы деген ағамыз өткен. Қуанышбай Тергеусізұлы жаңа Абайдың бір күйін жеткізіміз. Сондай толып жатқан ұлы тұлғалар бар. Біздің осы уақытқа дейін зерттеп келген дүниеміз сол жақтағы күй туралы. Бұл жалпы жаңағы классик басындағы композитор Қайрақбай, Әшім, Бейсенбінің маңайындағы. Енді ары қарай тармақтап кіретін болсаңыз бұл үлкен дүние. Жастар осыған бет бұрсын. Күйшілік дәстүр жалғасып жатыр. Жалғасып жатыр. Бәрекелді. Осы Іледен бір күй тартайық. Бәрекелді күй тартайық, өйткені біздің онлайн көрермендерде күй тыңдағысы келіп отырған сияқты. Жаңа айтып өттім ғой, Қоңқайдың шығармалары енді қолға алынып тартылып жатыр деп. Мына Алматыдан Мұрат Абылғазы ағамызға біраз материалын әкеп беріпті, сол жақтан бір азаматтар. Ол кісі зерттеп жатыр енді. Мен сол жаңа айтқан Дәулетхан ұлы Дәрмен деген ағамыз бар Күнесте. Әкесі Дәулетхан деген кісі Әшімге шәкірт болған адам екен. Үлкен күйші болған, көзін көре алмадым, мен кетіп қалған ол кісі. Осы Дәрмен ағамыздан осы Қоңқайдың бір керемет Қоңыр деген күйін мен үйреніп қалдым. Бәрекелді. Сол Қоңқайдың қоңырын ұсынып берейін. Алғаш тартылып отыр сенің мына эфиріңде. Бәрекелді.
Бәрекелді. Қоңқайдың қоңыры деген күй бұл. Бәрекелді. Жалпы енді Тарбағатай өңірі, Алтай, Тарбағатай өңірі күйшілік ары қарай осы Қазақстандағы мысалы Қазанғап болсын, сол кісілерден бастау алып жата ма, жоқ өз алдына бір бұл енді күйшілік өз алдына қалыптасқан мектеп қой. Тарбағатайдың жалпы күйшілік мектебі бұл Қайрақбайдан басталады деп айтамыз. Қайрақбай жаңағы біз айтқан 4 төбе бидің бірі болған екен. Осы мына Көктұма съезіне де келіп, Құнанбайдың ауылында болған деген әңгімелер айтылады. Таласбек Әсемқұлов ұстазымыз ағамыз айтатын, осы Қайрақбайдың мол қоңырын тыңдасам, осы Абайдың күйлері көз алдыма елестейді деп. Өйткені Таласбек Әсемқұлов ағамыздың атақты күйші атасы Жүнісбай Стамбаев сол Абайдың бір күйін жеткізген ғой, 65 жылы жазылып алынған консерваторияның фольклорлық зертханасының ғалымдары. Сонда сол жаңағы барыс келісін айтып тұр да жаңағы. Өйткені Қайрақбай келген екен біздің елге дейді. Сондай ықпалды ел басқарумен қатар үлкен күйші болған екен. Қайрақбайдан кейін Ақымжан мектебі деген мектеп болды. Бұл сыбызғышылық. Өзі мына Алтай, Тарбағатай еленің бойындағы күйшілік өнердің бір үлкен қасиеті, күйлер домбырада да сыбызғыда да қатар жүре береді. Әсіресе мына ескі күйлер. Енді сол Ақымжан мектебі дейді, сыбызғышы бұл елдің аузында кәдімгі аңыз болып айтылады қазірге дейін. Сол Ақымжан мектебінің құдіреті сыбызғының қазір енді айтсам, мына көрермендерге бір аңыз сияқты нәрсе шығар. Өтірік айтпай қойын, бір 50-60 сыбызғышы бағана шығады Шыңжаң жерінде. Мына Еренқабырға тауының баурайына баратын болсаңыз, кешегі Мансұр Бөрекеұлы дүниеден өткен Құтыби өңірінде. Сол сияқты қазір көзі тірі Бейілхан Қалиақбар ағамыз бар, Құсыман Мақмырзаұлы ағамыз бар. Сол сияқты толып жатқан Төлеу деген жас жігіт бар сыбызғышы. Данияр деген ағамыз бар, қазір өте керемет сыбызғыны тартқан досы көмей бүлкілдеп отырады. Сондай сыбызғышылардың үлкен бір легі бар. Міне, мысалға бізде Қазақстанда өз кәсіби деңгейге көтерген сыбызғының ғылыми бағытта, орындаушылық бағытта қазір енді ғалым үлкен ағамыз Талғат Мұқышев ағамыз ғой. Осы Башқұртстан консерваториясынан білім алып келсе де, сол Шыңжаңдағы жаңағы Бейілхан ағаларымызға мен шәкіртпін деп ол кісінің үйіне іздеп барып қолынан алып, осы мың күйге жұмыс істегенде де көзім көрді. Сол жақтағы сыбызғышылармен күні бүгінге дейін тығыз қарым қатынаста. Өйткені оны неге айтып отырмын? Үлкен бір сыбызғышылық мектеп қалыптасқан. Жарайды, Башқұрттан оқысын, басқа жақтан оқысын, мен ойлаймын, болашақ жастар сол сыбызғышыларды барып жоқ дегенде бір-екі рет көріп, бір-екі ай сабақ алса, ол керемет болады ғой деп. Өйткені кәдімгі оның бәрі бір кәсіби білім алған сыбызғышы емес, біреуі қойшы, біреуі жылқышы, сол жайлауда жүріп, малдың шетінде, желдің өтінде жүріп, бірақ керемет сақтап қалған. Міне, осы Тарбағатай өңірі деп отырмыз ғой. Тарбағатайдағы үлкен бір сыбызғышылық мектеп осы Ақымжан мектебі дейді. Бұл жалғыз Тарбағатай емес, Еренқабырға, мына бар көлің бар, Алтайға дейін кетіп қалған. Осы Қайрақбайдан кейінгі ұрпақтары, Қайрақбайдың жаңағы Жұмажан, Әнжан деген ұрпақтары болған екен. Әнжан атақты күйші болған дейді. Содан енді бертін келе менің көзім көрген Айткен Бейсбайұлы Толыда, Әнуаш Сүлейменұлы, Кәсімбай Құсайынұлы деген атақты күйшілер өтті. Енді осы Тарбағатайдың күйлерін Қизат ағамыз болды, білесіз. Тарбағатайдың күйлеріне біздің елге келуіне үлкен үлес қосқан күйші ағаларымыз, Құдайға тәуба бар. Қазір Мұқаш Таңғұтұлы ағамыз бар, Кәсімбайдың ұрпағы бар, жаңа Аршын Кәсімбайұлы, Еркін Ерген ағам өзі бір төбе қалай тартады кеше Қизаттың дәстүрін. Жалпы өзі бір керемет сұлу тартатын адам, Еркін Ерген. Сол сияқты Құдайға тәуба сол Қайрақбайдан жалғасқан ұлы көш қазірге дейін жалғасып отыр, жаңағы ағаларымызға дейін. Көрдіңіз ба? Бұлардың еңбегі Мұқаш ағамнан бастап енді өлшеусіз деп айтуға болады. Біз сатып ала алмайтын дүние ғой бұл күй өнер деген нәрсе. Сол үлкен көшті алып келіп отыр ғой бізге. Енді сол Тарбағатайдан баяғыда мың күйде жұмыс істегенімізде жобадос Кәсімбай Ақсақалдың біраз орындау кірді мың күйге. Сол Кәсекеңнің орындаған халық күйлерінен біреуін тартып берейін.
Ескі күй бұл мерген күй деп аталады. Аңшылыққа байланысты шыққан ғой енді. Бәрекелді. Осының ізін суытпай көрерменіміз тағы бір күй сұрап отыр екен. Теріс бұрауға бұратық қой домбыраны. Теріс бұрауда бір күй тартып берейін. Жалпы сол шығыс өңірде Алтайда тартылатын керемет халық күйі мынау. Алтайда алтын бармақ атанған керемет күйші ағамыз өтті ғой, білесің, жарқындан. Дәулет Қалықұлы деген. Иә. Сол кісінің орындаған, енді Дәукеңнің мына халық күйлерін орындауы бір төбе енді. Керемет. Енді Алтайда қазірге дейін сол Дәукеңнің қолынан күй үйренген керемет осы сап алтындай осы халық күйлерін сақтап отырған ағаларымыз бар. Сарқыт Иісқан ағамыз бар. Сайраш Жармұхамет ағамыз бар өр Алтайда. Боранбек Шүкіранұлы деген, Қайрат деген бауырымыз бар. Көкен деген ақсақал бар. Бақытбек деген ағамыз бар, Мешітбайұлы. Керемет тартады. Сосын кім, Ақиқат Сіләмұлы деген ағамыз бар. Мен біразының атын ұмытып отырмын. Өзі бір керемет күйдің ошағы ғой, Шеңгел, өр Алтай. Енді мына Бейсенбінің елі, Буыршын, сендердің өңір Көктоғай, ол өз алдына бөлек. Сондай керемет ағаларымыз бар. Сол Дәукеңнен қалған дәстүр ұстап отырған. Сол Дәукең жеткізген тартқан халық күй шыңырап тартты. Бәрекелді. Бұл енді ескі күй.
бәрекелді, рахмет. Мына жақта бір ұсыныс түсіп жатыр екен. Бұрынғы күйшілер аңызбен алдымен күй тартқанда аңызын айтып тартатын еді. Bir аңызбен жақсы күй тартып берсеңіз дейді. Жақсы. Зердесі биік көрермен екен. Рахмет сұрағына. Шынымен де солай болған. Қазақ өз күйшілер аңызын айтып алдымен балқытып алып, балқытып алып, қазақ елетіп алып, сосын балқытады ғой күймен. Енді қазір сенің уақытың бар деген сияқты, мына эфирдің уақыты бар, оның бәрін ескеріп отырмыз ғой. Бір күй тартып берейін. Мына көп тартылмай жүрген күйлері көп, жалпы керемет классик композитор, бірақ күйлері соңғы кезде ғана тартылып жүрген күйшінің бірі бұл тарихта Қожеке Назарұлы. Қожекенің өзі тағдыры да сондай бір қилы заманға тап болған ғой. Орыстың отарынан қашып Қытайға барған, Қытайда да оңған жоқ мысалға. Сол бәрібір сол жақта сол күй тартып ел басқарған кемеңгерлік үшін ешқандай жазықсыз өлтірілді мысалға. Тағдыры екі қоғамда өтті деп айтуға болады. Басы осы Жетісуда өтті, кейін 60-шы жылдарда, 1860-шы жылдарда бірінші Алтайға барған дейді Қожеке. Алтайдан Бұраталаға келген, Бұраталадан өтіп бері қарай Сайрамның бойында отырған дейді бірнеше жыл. Себебі ілеге түсе алмай, іле енді мына Мұңғылкөре Текес енді Нарынқол менен бір жер ғой, енді шекара бөліп жатқан болмаса. Сол туған жерге жақындауға түсе алмай, Сайрамның бойында бірнеше жыл жатқан дейді. Себебі орыстың әскері болыпты ол кезде іледе. Сол кетпейінше түсе алмаған ғой. Орыстың әскері кетті дегенде сол ілеге келіп жайғасқан, оның өзінде де сол неше түрлі жаңағы сұм дүниелерді көрген, ақыры азаптап өлтірген ғой, Қытай өлтірді енді. Жаңа сол кездегі жаңағы солақай саясаттың құрбаны болды, қазақша айтқан кезде. Сол Қожеке Қызайлармен қоштасу деген күйін тапқанбыз біз. 2008 жылы мына Ұзынағаштың Ақтерек деген ауылында 60-шы жылдар сол Қожекенің елінен, Текестен осы 62 жылы Совет жеріне келген Сүйінбек Қолтықбайұлы деген күйші атамыз бар деп, ұстазым Мұрат Әбуғазы ағамыз екеуміз арнайы іздеп барып сол кісіні жазып алдық. Сонда сол Қожекенің арғы бетте тартылатын күйлерінің ішінде де, бергі бетте тартылатын күйлерінің ішінде де тартылмайды екен осы күй. Қызайлармен қоштасу деген бір әдемі күй. Бұл неге тарихы қалай дегенден ол кісі айтты. Қожеке жаңағы қуғынға көп ұшырады ол жаққа барғанда да, солақай саясаттың кесірінен. Сонда мына ілені жайлаған елдің көбі мына Найманның Қызай елі ғой енді, Қызай тайпасы. Соның атқамінер азаматтары көзі ашық көкірек ояу. Қожекенің өнерін, Қожекенің азаматтығын, кісілігін танып, бірнеше рет жаңағы түрмеге өлтіру жаздаған кезінде құтқарып алған, кепілмен құтқарып алған, өте жақын сондай сыйлас өткен Қожекенің өнерін бағалаған деп сондай тарих айтылады. Онысы шындық, өйткені Қожекенің мұрасын қарап отырсаңыз, арнау күйлер көп. Сол кезде шыққан күйлер. Ол бір тарих. Сол кезден өлімге ақыр кететін болған кезде сол Қызайлармен қоштасып, жаңағы жолдас жора Қызайдың атқамінер азаматтарына деген бір ризашылығымен шыққан күй дейді. Екінші аңызы жаңағы Сайрамның бойында отырды деді қой, Сайрам көл. Ілеге түсе алмай. Сол кезде сол ілеге түсетін уақыт жетіп, Сайрамнан көшіп ілеге кетіп бір жатқандағы сол Сайрамның бойында Қызайлардың кісілігіне жаңағы көрсеткен жақсылығына қайтарма сол күйі деп айтады. Енді қалай дегенмен де сол жаңағы Қожеке өзі Алуан руынан шыққан қазақтың үлкен классик композиторы ғой енді. Сол барған жеріндегі сол елдің қошамет құрметіне арнап шығарған екен бұл күй. Сол күйді тартып берейін. Бұл күйден көп тартылмайды жалпы.
Бәрекелді, рахмет аға. Енді мынау бүгінгі кездесуімізде мына біз енді сөйлеп жүрміз ғой, қазақтың қара домбырасы сөйлесін, жәгі осы күйді тыңдағаннан кейін осының ізін суытпай ары қарай осы күйді тыңдап балқып отырған көрермендерді ары қарай мас қылу үшін тағы бір күй шертіңіз. Жаңа айттым ғой, енді Ленің бойында жалпы мен енді мынау жасамыс тартып отырған адам емеспін ғой, бірақ десе де Аллаға тәуба, осы өнер жолында мен жақсы ұстаздар көрдім, жақсы ағаларымыздың осы өнеріме деген қамқорлығын, бізге ниетін, тілегін көріп келе жатырмын, тәуба. Мысалға жаңағы Таласбек Әсемқұлов ағамызға шәкірт болдым, Жанғали Жүзбаев ағамыздан білім алдым, күні бүгінге дейін бақыт бағдарын беріп отыр. Жанмұрат Әбуғаз ағамыз, арғы бетте Уран Ақатай, Камал Махайұлы ұстаздарым болды тікелей. Енді жаңағы атын айтқан күйшілердің барын мен ұстаз санаймын түгел. Өнері биік менен, жасы да, өнері де бәрі де. Сол Камал Ақсақалдан үйренген бір күй тартып берейін. Бәрекелді. Әшімнің кеңес деген күйін тартып берейін. Осы Әшімнің кеңес күйін 4-5 жылда зор үйрендім. Өте керемет, қиын күй, оны тартып берейін. Бәрекелді аға, қолыңызға дерт бермесін. Жалпы осы мынау киелі қазақтың құйқалы өңірі
Алтай, Тарбағатай елі ол бүгінгі бұл қазақпен бөле жаруға келмейтін осы қазақтың руханиятын байлығының біразы сақталған киелі өңір деп білемін. Оны сіздерде азаматтар аман болған кезде әлі талай сол байлықтардың, рухани байлықтардың біздің бүтін мәдениетіміз осы жаққа, осы қазақтың телегей теңіз байлығына келіп қосылады деп сенемін. Мынау әлемді алақанынан тамашалап отырған әлеуметтік желідегі көрермендерімізге әңгімеміздің соңында өзіңіздің тілектеріңізді айтып, бүгін уақытымызда біраз жерге барған екен. Рахмет. Енді осы екеуміздің күй туралы жүргізіп отырған сұхбатымызды экранның ар жағынан тамашалап отырған көңілді, патша көңілді көрерменге үлкен басын еп, алтын уақытын қиып, осы қазақтың күй өнерін қастерлеп, құрметтеп отырған ізгі жүректеріне, көңілдеріне рахмет айтқым келеді. Одан кейін енді Жарқынбек, сен мені шақырғаннан кейін емес, менен бұрын қаншалаған осы киелі кітап тұрған жер киелі жер ғой. Осы академиялық кітапхананың ұжымына, басшысына, жаңағы Үмітхан апамызға бір рахмет айта кеткім келіп отыр, осы шараны пайдаланып. Өнен кейін өзің осы Үмітхан апаймен біз көріп отырмыз, қаншалаған қазақтың жақсысы мен жайсаңы келіп осы жерге қазақты, осы Қазақстанды руханиятқа бөліп жатыр. Жақсы дүниелер толғап. Бұның өзі қазір өзі бір алағайда бұлағай сондай заман болып кетті ғой, біреуге біреу қарамайтын, тіпті өлімге де бармайтын, сондай бір Құдай өзі сақтасын. Бұл әлемде бізде ғана емес. Сондай кезде сендерді мен ойлаймын, ардагерсіңдер негізі. Үйде шықпай жатып алып жұмыс істеуге де болады ғой, бірақ соны қорықпай ештеңеден бастарыңды осы қазақтың руханияты үшін, елдігіміз үшін, егемендігіміз үшін өз шама шарықтарыңша жұмыс жасап жатсыңдар. Бұл да ерлік. Дәрігерлерді ерлік деп жатырмыз ғой, өз жанын қиып, өз өмірін қиып күресіп жатыр деп. Сол сияқты еді, осындай дүниені үзбей карантинде де, басқасында да халықты руханиятпен сусындатып отырған сіздерге көп рахмет. Ары қарай Алла қолдасын, бас аман, ден сау болсын, өзі қайда болса да қазақ аман болсын деп тілеймін. Бәрекелді, рахмет. Енді мынау біздің қарапайым кітапханашылардың еңбегіне айтып жатқан алғысыңызға рахмет. Жалпы шынымен де сіз айтқандай ұлттық академиялық кітапханасы осы карантин кезінде, осындай бір қиын жағдай кезінде шама шарқынша біздің халықты, қоғамды, жан дүниесін емдеуге былай атсалысты деп айтсақ әбден болады. Руханият деген нәрсе бұл сатып ала алмайтын нәрсе ғой. Әрине. Жаңағы сіздерге келіп сұхбат беріп отырған біраз ағаларымызды көрдік. Мысалы, кешегі Самашев ағамыз да отырды осы жерде. Әрине. Басқа біраз кісілер, оның бәрі бекерден бекерге отырған жоқ. Осы халықты осындай бір қиын жағдайда руханиятпенен сусындату, руханиятпенен халықтың өнерін көтеру деген бұл үлкен жол. Сондықтан сіздерге алғысым шексіз, өз атымнан, жалпы енді өнер адамдарының атынан. Әрине, рахмет. Бүгін сізге де алғысымыз шексіз, уақытыңызды қиып осылай сұхбат беруге келіскеніңізге рахмет. Қадірлі бізді онлайн тамашалап отырған қадірлі көрермендер, осы бір сағат уақытымызды қиып бізбен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет, алғысымызды айтамыз. Ел аман болсын, жұрт тыныш болсын. Аман болыңыздар.